Тахажуд намазы. Ислам шариғатында 5 негіздің бірі намаз құлшылығы. Намаз негізі кәмелетке толған барша ерлер мен әйелдерге парыз болғанымен, орындалуы міндет болмаған намаздар да бар. Оларды шариғи тілмен нәпіл намаздары деп атайды. Бұл намаздарды оқыған адам көп сауапқа кенелсе, орындамағанға күнә тағылмайды. Дегенмен ол нәпіл намаздардың өзіндік деңгейлері мен ерекшеліктері бар. Соның бірі тахажуд намазы. Тахажуд сөзінің тілдік мағынасы худжуд сөзінен шығып, ұйқы деген мағына береді. Ал тахажуд сөзі араб терминологиясы бойынша ұйқыдан тұру, ояну немесе ұйқыны бұзу деген мағыналарды берсе, шариғаттағы мағынасы құптан намазынан кейін ұйықтап, түннің 3/2 бөлігінде тұрып намаз оқу дегенді білдіреді. Түнде тұрып намаз оқу құл мен жаратушының арасындағы байланысқа ешқандай кедергі болмайтын уақыт. Бұл уақыттағы Алла үшін деп істеген амал еш риясыз орындалып, дұғаның қабыл болатын сәті десе де болады. Себебі адамзат шырт ұйқыда жатқан кезде, тәтті ұйқысын бұзу тек иманы толық, тақуа пенделердің қолынан келетін іс. Алайда, шариғатта түнде тұрып намаз оқу Құран кәрімде, пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, киелі хадистерінде келгенімен сүннет амал деп бекіген. Мәселен, Құран кәрімдегі Музамил сүресінің алғашқы аяттарында: Әй бүркеніп жатушы! Түнде тұр. Бірақ аз ұйықта, түннің жарымы немесе одан да аздап кемі. Не оған біраз қос. Түннің жартысында не одан аз, я көп тұруда еріктісің. Сондай-ақ Құранды өте анықтап оқы. Әрине саған салмақты, маңызды Құранды түсіреміз. Шын мәнінде түнде тұру, нәпсіге әсерлі, оқуға қолайлы. Музамил сүресі 1-6 аят. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.